Қайғы көрсең қарсы тұр, құлай берме, қызық көрсең қызықпа, оңғақ керме. Жүрегіңе сүңгіде түбін ойла, содан тапқан шын асыл тастай көрме. Абай атамыздың қайғы туралы өлеңдерінен бір үзінді. Қайырлы күн құрметті, біздің Абай әлемінен бүгінге бағдарламамызды қызыға, ынтыға, сондай бір керемет ықыласпен көріп жатқан патша көңіл көрермендеріміз, біз сіздерге арнап бастаған Абайдың қара сөздерінен талдау сараптау бағдарламамызды онан арман жалғастырамыз. Асылбек аға, қош келдіңіз. Өткен бағдарламаларымызда 4-ші сөзді талқылап, сараптап бітірген едік. Бүгін 5-ші сөзді бастаймыз. 5-ші сөз өте қысқа, бар жоғы бір бетке толмайтын бір сөз болғанымен, бірақ қазіргі біздің замандағы қоғамның ең көп талқылап жатқан, ең көп көңіл бөліп жатқан, қаншама кітаптар жазылып, қаншама құжатты фильмдер түсіріліп, қаншама зерттеуші ғалымдар араласып жатқан адамдардың санасындағы уайым, қайғы, қорқыныш, депрессия, қазақша айтқанда торығу сынды көптеген тақырыптарды тереңінен зерттейтін бір қара сөз. Олай болса, іске сәт қара сөзімізді талқылауды бастайық. Бастайық, бисмилля. Онда 5-ші сөзді бастап оқиық. 5-ші сөз. Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпейді. Бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Абай көкірек толған қайғы деген бір сөзді қолданды. Олай болатын болса, біз жалпы қайғы деген не? Бұл жердегі адамның буынын билетпейтін, көзінен жас боп, аузынан сөз боп ағатын қайғы деген не? Осыған бір кішкене тоқталсақ. Ассаламу алейкум. Шынында да бұл тақырып, қайғы деген тақырып адам өміріндегі ең үлкен шешуші рөл атқаратын психологиялық күйлердің біреуі. Бұл қазіргі заманауи психология, соның ішінде нейропсихология, соның ішінде психосоматика деген сияқты ғылымдардың басын қосып тұратын, солардың қазір талмай айналысып жатқан үлкен салалардың біреуі. Әсіресе мына қазіргі соңғы замандарда адамның мынандай қарбалас кезеңдерінде бұл қайғы, мұң деген нәрсе адамдардың өмірімен бірге жүреді. Сондықтан осыдан 2 ғасырдай бұрын Абай атамыздың бұл тақырыпты қозғауының өзі, осы сөзден бастауының өзі, бұл үлкен мәселе. Оның білгірлігінің бір нышаны деп білеміз. Енді қайғы деген нәрсе, қайғыға кірместен бұрын бір нәрсе қосып кетсем бола ма? Қайғыға қатысты, уайымға қатысты зерттеуді, мәселелерді онда қазіргі күннің ғана еншісіндегі нәрсе емес, 175 жыл бұрын өмірге келген, 120 жылдан астам бұрын өмірден өткен Абай атамыз сол кезде үлкен бір мәселе ретінде қозғап 5-ші қара сөзге кіргізіп кеткен дейсіз. Ол сол кезде тануы былай тұрсын, ол қайғының адам миындағы орнын да біледі Абай атамыз. Оның мидың 2-ге бөлініп тұратын, 2 бөлігінде 2 түрлі мәселе тұратынын, әрбір өлеңдерін қарайтын болсақ, қайғы мен қызық деген нәрсені қатар алып жүреді Абай атамыз. Мысалы, қайғы шығар ілімнен, ыза шығар білімнен, қайғы мен ыза қысқан соң зар шығады тілімнен дейді. Қайтып қызық көремін, әуре сарсаң күнімнен деп келетін жерде, мынау қайғы дегеннен кейін қызық деген мәселені қолданады. Бұл адамның мишығында 2 түрлі орталық бар. Біреуі, жаңа орысша айтқан кезде, центр удовольствия дейді, екіншісі центр неудовольствия дейді. Осы екеуі сыртқы тітіркендіргіштердің қоздыруымен миымыздың қай бөлшегі қозатын болса, сол бөлшегіне қарай ол жұмыс жасай бастайды. Мынау біздің 5 түрлі сезім мүшемізбен дүниені танимыз ғой. Осы 5 түрлі сезім мүшеміз жаңағы адамның ішкі жан дүниесіне қай жағынан әсер етеді.
Ұнамды жағынан ба, ұнамсыз жағынан ба? Сол мыйшықтың екі жағына әсер етеді. Сондықтан қайғы шығар ілімнен деп тұр. Көрдіңіз ба? Қайғы шығар ілімнен деп, анау көрген, білген нәрсені ілім деп айтамыз біз. Ыза шығар білімнен, қайғымен ыза қысқан соң, зар шығады тілімнен дейді. Енді қайтып қызық көремін деген, мынау екінші миымның екінші бөлігін қалай жұмыс жасатам дейді. Әуре сарсаң күнімнен дейді. Қарайлап қарап байғасам, ат шаба алмас мінімнен деген. Бұны ақырында әңгіме қыламыз бұл. Бұған қатысты жалпы бұл жаңағы енді екі шешім қабылдау орталығы дедіңіз ғой мидағы. Бұның біреуі сонда қайғыға қатысты мәселелерге шешім қабылдайтын, екіншісі де қуанышқа қатысты мәселелерге шешім қабылдайтын орталық болып тұр ма? Жоқ, ол шешім қабылдайтын орталық мынау басымыздың алдыңғы екі жерінде тұрады. Ал жаңағы екі орталық біздің жаңа қайғы мен қуанышқа байланысты, ол сәл әрірек. Біздің жалпы мына бас сүйегіміздің астында үлкен орталықтар бар. Жаңа ол бір жер емес, ол кәдімгі завод сияқты жұмыс жасап тұр ол. Біздің нейропсихология деген мәселенің барлығы сол мидың астындағы үлкен әрқайсысы бір операцияны зерттейтін мәселелер. Тіпті қазіргі ең соңғы ғылыми жетістіктерге қарайтын болсақ, мынау адамның тура осы төбесінде бүйтіп анау антенн сияқты, локатор сияқты бүйтіп қауіп қатерді аңдып тұратын Wi-Fi қызметін атқаратын бір қызмет бар екен. Ол кәдімгідей немен анандай беспроводной Wi-Fi дейміз ғой. Тура байланысы жоқ, бірақ қауіп қатерді күтіп отырады. Оң жағымнан бәле кеп қала ма, сол жағымнан бәле кеп қала ма деген сияқты. Оған да жауап беретін біздің мишығымыздың бір саласы бар. Ал енді жаңағы шешім қабылдауға арналған екі орталық, ол мынау алдыңғы мишығымыздың алдыңғы тұсында болады. Бірден жаңағы әңгіме қозғалған соң бұны айта кетейік. Енді бұл жерде мынандай қазіргі жаңағы стресс мәселесі бойынша ғой. Адамның денсаулығына бұл стресс, қайғы деген нәрсе қалай әсер етеді дегенге байланысты. Мынау миымыздың екі бөлігі шешім қабылдауға жауап береді. Енді кейбір кезде біз шешім қабылдай алмаймыз. Шешім ұзап кетеді. Кейде бір апта, бір ай, бір жыл, 10 жылға дейін шешім қабылдай алмайтын нәрсеміз бар. Мәселелер болады да. Сол шешім ұзарған сайын адамның миындағы стресс күшейеді. Енді осы жерде адамның бойындағы мынау гормондар бар ғой, соның біреуі кортизол. Кортизол. Стресстерге қарсы шешім қабылдайтын гормон. Иә. Сол мәселе шешілмей қалған кезде кортизол 3 есе көбейіп кетеді екен. Сөйтіп, бүкіл адамның бойындағы кортизол гормоны сол шешім қабылдауға қарай жүгінеді. Ал дәл сол кезде адамның иммунитет жүйесі 3 есе төмендеп кетеді екен. Басқа дене мүшелеріндегі иммунитет қабілет төмендейді. Негізі қалыпты жағдайда адамның ішіндегі анау инфекциялар, вирустар, бактериялар адамды күн сайын өлтіруге шамасы келетіндей деңгейде екен олар. Күн сайын өлтіріп тастауға дейін. Жаман ауруды бір-ақ күнде келтіре алатындай жағдайда да, бірақ біздің анау иммундық жүйеміз күн сайын солармен жұмыс істеп тұру, үздіксіз жұмыс жасауының себебімен біз аман жүрміз негізі. Ал енді мына жақта шешім қабылдау кешіккен кезде кортизол 3 есе көбейіп миға қарай кеткен кезде иммунитет 3 есе төмендеп кетеді дегенде жаңағы инфекциялар, бактериялар қатты күшейіп адамның денсаулығына өте үлкен зиян алып келеді. Қан жүйесіне болсын, ол психикалық жүйесіне болсын, нерв деген жаңағы арасындағы қан тамырларының ағысына бәріне жауап беретін нәрсе бұл. Сондықтан адам шешім қабылдайтын кезде бірден шешім қабылдауға тырысу керек екен. Оны кейінге қалдырудың қажеті жоқ. Бұл жерде бір мәселені де ескеру керек сияқты онда. Енді бірден шешім қабылдаған кезде адам қателесуі мүмкін. Оның да артынан адамға салдары келуі мүмкін ғой қайтадан. Сол үшін де тез шешу керек, бірақ міндетті түрде мүмкін болса ақылдаса отырып, кеңесе отырып, шешім қабылдаса әрине жақсы болатын шығар. Енді бұл жерде сіз бір нәрсені қозғадыңыз, мысалы жаңағы кортизол демекші. Енді кортизол
адам денесіне берілген бір құндылық. Дұрыс айтып жатсыз. Енді адам өте күтпеген бір жағдайда, мысалы көлікпен келе жатқан кезде қарсы бетіңізге көлік шығып қалса, орманның арасында келе жатқан кезде жыртқыш аңдар алдыңыздан шығып қалса, күтпеген жағдайда кортизол өте тез арада шешім қабылдауға сізге көмектеседі. Бірақ енді сіздің айтқаныңыздан түсінгенім, адам өте ұзақ уақытқа бұл проблеманы шешуді созып жіберсе, немесе үнемі жаңағы күтпеген жағдайларға бұл кортизолды қолдана берсе, демек адамның денесінде ол гормонда дұрыс жұмыс істей алмай, өзінің жұмыс жасау процесінен және мақсатынан айырылып қалады дейсіз ғой. Әрине. Жалпы қайғы деген дұрыс нәрсе ма, дұрыс емес па, керек па, керек емес па деген сұрақ керек. Мен де соны сұрайын деп отырғам негізі. Мысалы, жалпы олай болатын болса, қайғы деген адамға керек па, керек емес па? Ал бірінші, екінші, қайғының жанында уайым деген нәрсе бар. Ол қай жерінде тұр? Енді қазір бізде көбінде проблема деп көп айта береміз. Қазақша сен мәселе дейміз. Мәселе біраз әлдеқайда көбірек проблеманы, қайғыны түсіндірмейтін сияқты бір шешетін күнделікті іс сияқты көрінеді да. Сол үшін бұл қайғы, уайым, проблема үшеуінің ара жігіне деген сұрақ. Бұл жерде бір саты бар. Кәдімгі иерархиялық саты бар да. Қайғы бірден пайда болмайды. Қайғы бірден пайда болмайды. Бірінші қобалжи деген адам. Бір мәселенің алдында тұрған кезде, мысалы, бір емтихан тапсыратын кезде, немесе үйінде азық-түлік таусылып қалатын болса, немесе баласына баратын мектеп таба алмай жатса, бірінші қобалжиды. Алдында күтіп тұрған бір белгісіз бір нәрсе бар, қауіп бар сияқты. Одан кейін ол біраз уақыт шешімін таппай тұрса, бұл қобалжу, ол енді уайымға айналады. Уайым. Бұл да жаман нәрсе емес. Бұл анау сыртқы күштерге адамның ішкі жауабы деген сөз. Уайым деген нәрсе. Оған қатысты болып жатқан оқиғаларға оның ішкі жауабы. Бұл жаман нәрсе емес. Үшінші сатыға барған кезде ол уайым қорқынышқа айналады. Енді тіпті күшейеді ол. Енді уайыммен шешілмей жатыр. Баланың мектепке баратын уақытысы жақындап қалды. Бір-ақ күн қалды, әлі мектеп табылған жоқ деген сияқты. Азық-түлік онда ең соңғы тамағыңды ішіп отырсың сен. Ертеңге азық-түлік жоқ деген сияқты. Енді бұл адамда қорқыныш пайда бола бастайды. Ал енді қорқыныштан кейін енді ұзақ уақыт адаммен бірге біте қайнасып кететін мәселені бұл біз қайғы деп айтамыз. Бұның ұзақтығына байланысты. Мысалы, бұл адамның көбінесе жасына байланысты болады деп ойлаймын қайғы деген мәселе. Өйткені Абай атамыз көбінесе қайғыны қарт адамдармен байланыстырады. Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек. Немесе қайғылы қартаң біздей шал, қарай берсең қайда жоқ дейді да. Мысалы, сол айтқандай адамның кәдімгі өмір жасының кезеңдерінде көбінесе егде тартқан адамдарда қайғы көбейетін сияқты да. Және ұзақ уақыт әбден біріншіден күйзеліске әбден ұрынған адамдарда адам бір тығырыққа тіреліп, одан шыға алмайтынын біліп, сол шыға алмайтын психологиялық күймен жылдар бойы өмір сүрген кезде адамға қайғы жолдас болады да, қайғы деген нәрсе. Сонда алдыңғы үш сатысы керек нәрсе адамға. Ал мына соңғы қайғы, бұл жаңағы ең соңғы сатысы, бұны адам тезірек онымен күресуге, немесе мәселесін тезірек шешуге, болмаса егер ауруға сырқатқа айналып жатса, оны емдеумен айналысқаны жөн деп ойлаймыз. Қобалжу, қорқыныш, уайым, қобалжу, уайым, қорқыныш, қайғы. Демек, 4 сатысы бар. Енді алғашқы үшеуін әрине шешуге болады белгілі бір деңгейде. Бірақ қайғыға өтіп кеткеннен кейін оның шешім жолы не деп ойлайсыз енді? Шешім жолы енді күрделенеді оның. Бірақ осы жерде қайғы мәселесінде Абай атамыз мүлдем қайғысыздықтың өзі жақсы емес дегенге келтіреді. Өйткені бір өлеңі бар Абай атамыздың, осының қайғының інісін айтады да, уайымды. Уайым ер қорғаны есі барлық деген сөз қолданады.
уайым ер қорғаны есі барлық. Біздің қазақтағы уайым, тәуекел түбі желғайық, өтесіңде кетесің, уайым түбі тұңғұйық, батасында кетесің деген мақал бар ғой. Абай атамыз осыны екінші қырынан айтады. Уайым деген бұл ердің қорғаны дейді. Есі бар адамның ісі дейді. Сол жерде, көрдіңіз ба? Есі бар адамда қайғының да кәдімгі Сипат өзгереді. Бір сипаты, белгілері өзгеретін сияқты болып тұр да бұл жерде. Сондықтан бұл дәрежелеріне мән беру керек қайғының. Тағы бір ескеретін мәселе енді осы қайғыға қатысты. Әрбір адамның жас ерекшелігіне қарай да қайғылардың сипаттары жаңағы сіз айтып өткен сатылар сияқты өзгеретін сияқты. Мысалы баланыкі, жасөспірімдікі, жастардікі, орта жастікі, сосын жаңағы Абайдың тілімен айтқанда қарттардың қайғысы. Дұрыс. Бұл жерде енді алғашқы жаңағы бала кездегі қайғы десек, егер аты қайғы дегенге жарасатын болса, ол табиғи дүние. Оны бәлкім қайғы деп атамау да керек шығар. Оны олай атамау да керек шығар, бірақ уайым деу керек. Табиғи дүние. Бір қалаған нәрсесінің болмай қалуы, баланың ойлаған нәрсесінің іске аспай қалуы, ол үшін бір балмұздақты жей алмай қалуы, жаңағы қайғы болуы мүмкін, бір қажетті ойыншығын ала алмай қалуы, бір қайғы болуы мүмкін, олардың деңгейінде. Ал одан кейін адам жасөспірім немесе жігіттік шаққа келген кезде, енді осы жерде мәселе күрделенеді. Балаға қарағанда күрделенеді. Күрделенеді бұл жердегі мәселе. Және біздің заманымыз тұрғысынан талдауымыз керек сияқты бұл мәселені. Жас жігіттердің қайғыға салынуы деген нәрсені. Ол жақсы нәрсе ма? Жас жігіттердің қайғыға салынуы, уайымға салынуы, тұңғиыққа батуы, жаңа алға қарай баса алмауы, өзін-өзі стресс, депрессия деген сияқты ауруларға өзін-өзі салуы деген нәрсе дұрыс па, дұрыс емес па? Жаңа сіздің өлеңнің басында, осы хабардың басында айтқан қайғы көрсең қарсы тұр, құлай берме деген Абай атамыздың бұл кәдімгі біздің анау қалаларға кіре беріс жерге жазып қойса да артық болмайтын бір сөз бұл. Қазір заманауи, заманның ең маңызды сөзі деп. Бұл мейлі қай кәсіптің адам болсын, мейлі дәрігер болсын, мұғалім болсын, құрылысшы болсын, ер адам болсын, қыз бала болсын, бәріне айтылған бір мотивациялық сөз деп ойлаймын. Қайғы көрсең қарсы тұр деген, құлай берме деген. Егер қарсы тұрмасаң, ол қайғы сені құлатады деген сөз. Бұл сұрақты неге қойдым? Әр адамның жасына қарай. Жалпы білесіз, Қазақстанда жасөспірімдердің өз-өзіне қол жұмсау статистикасы бойынша көңіл көншітетін бір деңгейде емеспіз біз. Бұл бір себеп. Екінші бір себеп, жалпы әлемнің статистикасымен қараған кезде ер адамдар әлдеқайда көбірек өз-өзіне қол жұмсауға баратын бір ақпараттар жоқ емес. Бұл екі жақтан қараған кезде жалпы қайғының адамға беретін соққысы жас ерекшелігіне қарай, бәлкім жынысына қарай да өзгеруі мүмкін. Бұл менің байқағаным бойынша адамның, жаңа сіз айттыңыз ғой, жасөспірімдік кезеңге келген кезде күрделенеді. Балаға қарағанда әлдеқайда. Бұның бір екі себебі бар сияқты. Бірінші себебі жасөспірімдердің соншалықты тез арада кейбір нәрселерге түсетіні, жаңағы торығуға, депрессияға. Біріншіден жастық, балалық дәуірімен жаңа тұлғалық бір жан-жақтылық қалыптасатын, бір тұлғалық дәуірге өтетін өтпелі дәуірде тұрғандығынан, өтпелі кезең толыққанды әлі қалыптасқан жоқ, дайын да емес, бірақ күтіп те тұрған алдында мүмкіндігі жоқ. Тез арада адаптацияға түсіп ауысып кету керек, бірақ әсіресе қазір енді өте тез дамып жатқан біздің қоғамда көп ілесе алмай қап, содан жетістіктері де көп болмағаннан кейін бірден сол уайымға, қайғыға түсіп кететін сияқты. Бұның бір жағы, екінші жағы мынау піспеу деген сөз бар ғой. Адамның қиыншылыққа піспегендігі. Еңбекке жаңағы кәдімгі
тұз бен етті пісіреді ғой, дәл сол сияқты адам қиыншылыққа еңбекпен піседі. Қазіргі заманда сол еңбектің, кәдімгі физикалық еңбектің аздығынан болуы да мүмкін. Қиыншылықтарға адам күнделікті өмірде кәдімгі ішкі иммунитетін, қиыншылықтарға қарсы да иммунитетін қалыптастыру керек қой. Ол күнделікті еңбекпен келеді ол адамға. Мысалы, күн сайын азаннан кешке дейін жұмыс істеп, үйіндегі мәселелерді шешіп, үйіне көмектесіп, кәдімгі еңбекке әбден пісіп жүрген адамдардың стресске, депрессияға қарсы тұруы да күштірек болады. Ал өмірі еңбек етіп көрмеген, біз айтқан кезде ақсаусақтық өмірге үйренген, тек компьютерден, ойыннан аса алмаған, тек мысалы сабақ оқу әрине жаман нәрсе емес. Кітап оқу, жазудан аса алмаған адамдарда мысалы өмірге дайын еместігі, әлі піспегендігі байқалып қалады да. Негізі әрбір қиыншылық адамды ол мықты өмірге дайындайды, пісіреді адамды. Сондықтан біз анау балаңды аясаң аяма деген сөз бар ғой, біздің тәрбиеміздегі. Еңбекпен әбден пісірген ғой кезінде. Мысалы, кеңес өкіметі кезеңінің өзінде стресс пен депрессия өзіне қол жұмсаулық бұндай деңгейде емес еді. Себебі балалар үйінде күн сайын жұмыс істейтін, малына қарайтын, астын тазалайтын, жем шөбін беретін, үйін тазалайтын, сыпыратын, бәрін қолмен жасайтын ол кезде. Қазіргі техника жоқ. Ал енді бәрін адам техникаға бере салғаннан кейін қолы босап қалды ғой адамның. Сондықтан жұмысы жоқты, қарны тоқтық аздырар адам баласын деген, мына адам азған кезде оның стресске, депрессияға, қайғы-мұңға қарсы тұратын күші де азайып кететін сияқты. Бұл сөзіңізден бір мақал есіме түсті. Қиыншылық ерге егеу, езге бөгеу. Қиыншылық ерге егеу, езге бөгеу. Әнес, қандай, Демек, егеу бір нәрсенің ұшын шығару үшін қолданады. Үнемі егеп ұштайды. Демек, ода баланы кішкентай күннен бастап мүмкін болғанша еңбекке баулу. Мысалы, бізде әлі бар ғой, ауылға жіберу, шөп орғызу, дұрыс айтасыз, малға қарату. Тек еңбекке ғана емес, еңбекке де, аштыққа да, тоқтыққа да, барға да, жоққа да. Бұл өмірдің саласы өте көп. Кейде былай істеу керек шығар онда. Баланың кейде қатты қалап алам деп тұрғанын алып бермейді емтихан қылу керек па, жоқ па әлде? Адам оны шешім қабылдайтын кезде баланың келешегін ойлау керек қой. Ата-ана шешім қабылдайтын кезде. Үнемі қалағанын ала берсе де дұрыс емес. Бұл мысалы жетпеушілік, жетіспеушілік деген нәрседе кейде адамды жақсылыққа қарай тәрбиелеуі мүмкін. Жоқшылық деген нәрседе адам жақсылыққа тәрбиелеуі мүмкін. Мысалы, біз барлық нәрсені тек бола берсеген деп ойлаймыз ғой. Біздің арманымыз, тілегіміз сол. Бірақ кей адамның өмірінде ол бола бермейді, қалаған нәрсесі. Ал енді жас кезінен осы бар мен жоққа, аш пен тоққа дайындалып піспеген бала, ертең өскеннен кейін өмірдің әртүрлі ағыстарына қарсы тұра алмай қалуы мүмкін. Сонда оның бір-ақ жолы қалуы мүмкін. Жаңа өзіне өзі қол жұмсау деген шешімнен басқа шешім таба алмауы мүмкін. Ал енді әбден еті пісіп үйренген адам шешеді ол мәселені. Кез келген мәселеге қарсы тұра алады. Осы сөзіңіздің бір дәлелі ретінде үлкен кәсіппен айналысатын таныс бір кәсіпкер кісімен араластық. Үлкен бір кәсіпкер кісі екі баламды базардағы жолдас жігітімнің құрылыс материалдарын сататын дүкеніне сатушы қылып жұмысқа жібердім дейді. Не үшін? Қазірден бастап адамдармен жұмыс жасауды үйренсін, еңбек етуді үйренсін. Сіз айтқандай ол жерде қиыншылыққа шыдауды үйренсін. Күні кешке дейін дене еңбегін жасап, кешке жақын немесе түсті бір кесе сорпаны, бір кесе күрішті жеген кезде еңбекпен жеуді үйренсін деп бір ол да бір мектеп деп айтқан есімде. Бала тәрбиелеуде тек қана қымбат мектеп, жақсы балабақша, жақсы комфорт үй, жақсы жағдай, тек қана баланы бір жақтан ғана тәрбиелеу мүмкін. Қазақша айтқанда енді өбектеп. Әрине. Мысалы, бір сыныпта 30 бала бар екен, 45 бала бар екен,
жаңағы мемлекеттік мектепке баламызды бергіміз келмейді деуі мүмкін бір адамдар. Бірақ сол 30 бала, 45 бала кейде адам тәрбиелейді, өмірге тәрбиелейді. Мысалы, 2 баланы салыстырып көріңізші, 2 бала құлап қалды. Біреу орнынан тұрады да тізесін қағып кете береді, екіншісі жылайды жатып алып. Өйткені екеуінің көрген тәрбиесі екі түрлі. Көрдіңіз ба? Қайғы көрсең, қарсы тұр, құлай берме деген Абайдың сөзінің астарында осындай үлкен мағына жатыр. Қызық көрсең, қызықпа, оңғақ керме. Демек, қызықтың соңынан үнемі құбылып тұратын, үнемі өзгеріп тұратын, оңғақ бір нәрсенің артынан ере берме. Иә? Енді баланың торығуына қатысты, қайғысына қатысты біраз мәселені сөйлестік. Жалпы жаңа Абай қарияларға қатысты қайғыны көбірек қозғайды. Демек, онда жасы үлкендердің қайғысы, уайымы жастарға қарағанда мүлдем басқаша болатын болып тұр ғой. Иә, тереңдеу болады. Тереңдеу. Бұл әлде қайда жаңа сіз айтқандай елдің қамы, жердің қамы, ділдің қамы, тілдің қамы, әулеттің қамы бәлкім. Иә, мысалы біздің үлкен кісілер көп айтады ғой, сен бара жатқанда мен келе жатқанмын деп. Адамдардың жасы өскен сайын, көргені көбейген сайын, тәжірибесі молайған сайын, оның уайымдары да ерекшеленеді, өзгешеленеді, тереңдейді. Мысалы, отбасын әбден көрген адам, отбасындағы мәселелерді әбден көрген адам, отбасы туралы уайымдайды. Ұлттық мәселелерді әбден жан-жақтан көріп, соның ушығып тұрғанын білген адам ұлттық деңгейде уайымдайды. Ал адамзаттық деңгейге көтерілгендер адамзаттық деңгейде уайымдайды, мысалы. Ал енді қария кісілердің, қарт кісілердің уайымы көбінесе үлкен елдік деңгейде болады. Қария кісілер жаңағы қара басының қамын ғана уайымдамайды олар. Енді Абай атамыздың мына бірінші сөзде ренжіп отырғаны сол. Енді бұл сіздің қарияның қайғысына қатысты бір нәрсе қоссам дедім. Қарияның қайғысы демекші. Мынау бірінші сөзді оқыған кезде есіңізде болса, біз бір нәрсеге тоқталдық. Абайдың 4 сөзі бар қолданатын. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре бір талай жасқа келдік деген. Енді осы жерде мына қазақта бір құндылық бар, білесіз. 30-ында орда бұзбаған, 40-ында қамал алып қарық қылмайды, 40-ында қамал алмаған 50-де ел ағасы болып жарытпайды. 50-де елге ақыл айтып, бір ел ағасы болу үшін, демек адам 40 жасқа жеткенше біраз нәрсенің бетін қайырып, білім жағынан, ілім жағынан, тәрбие жағынан, көзқарас, құндылық жағынан толсу керек сияқты. Сол кезде жаңағы сіз айтқан елдің қамы, жердің қамы, ұлттың қамы, ұлыстың қамы, тілдің, ділдің қамын ойлау жан-жақтылық қалыптасатын бір жүйе отыратын сияқты адамның деңгейінде. Қазақтар Құдай, жас баладай қайғысыз қыла көр деп тілегенін өзім көрдім. Онысы жас баладан көрі өзі естігісі болып, ескермес нәрсесі жоқсып, қайғылы кісі болғансығаны. Енді осы жерде 3 нәрсенің басын ашу керек сияқты. Бірінші, жас баланың қайғысындай қайғысыз қыла көр. Екінші мәселе, естігісі кім, қайғылы кісі кім. Міне Абай атамыз бұл жерде өзім көрдім деп адамдардың тілегіне жаңағы көңіл толмай жатыр ғой. Көрдіңіз ба, бұл жерде бұл біріншіден жас баладай қайғысыз қыла көр деген тілек жақсы ма, жаман ба деген мәселеге келген кезде бұны жаман дей алмаймыз. Адамның бір тілегі. Бірақ толымды тілек емес деп тұр Абай атамыз бұл мәселені. Есті кісінің тілегі емес деп тұр да бұл. Жас баладай қайғысыз ете көр деп. Сөйтіп, жаңағы жас бала сияқты, жас баладан әлде қайда есі бар адам сияқты
ескермейтін саласы жоқ адам сияқты, ішінде уайымы терең адам сияқты айтып атқан сөзі дейді да. Енді бұл не үшін жақтырмай жатыр Абай атамыз? Жаңағы деңгейлері әртүрлі ғой. Қайғының деңгейлері әртүрлі. Содан кейінгі сөзінде Абай атамыз жаңағы мақалдарына қарап танисың деген кезде нені қайғырып атқанын сомен дәлелдейді да. Онда мақалдарды оқиды. Иә, мақалдарды оқиды. Оны мақалдарынан, қайғысы не десең, мақалдарынан танырсың. Түстік өмірің болса, күндік мал жей. Өзіңді жоқ болса, әкең де жат. Мал адамның бауыр еті, малдының беті жарық, малсыздың беті шарық. Ер азығы мен бөр азығы жолда, ердің малы елде, еріккенде қолда. Береген перде бұзар, алаған қолын береген, мал тапқан ердің жазығы жоқ. Байдан үмітсіз, Құдайдан үмітсіз, қарның ашса қаралы үйге шап. Қайраңы жоқ, көлден без, қайры жоқ, елден без деген осындай сөздері көп, есепсіз толып жатыр. Міне, қайғысын жас баладай қайғысыз қыла көр дегеніне ренжіп атқан жоқ Абай атамыз. Абай атамыз қайғысының шеңберінің тарлығына ренжіп жатыр. Мынау мақалдардың бәрін 4 топқа бөлуге болады. Көкірек көзінің тарлығына, көз аясының тарлығы дейді ғой, соған ренжіп жатыр. 4 топқа бөлуге болады шамамен. Біріншісі малға байланысты қайғы. Тек малды ғана қайғырады деп отыр. Азық түлікке байланысты қайғы. Одан кейін алу мен беруге байланысты қайғы. Одан кейін қайырым жасауға байланысты, жаңа байдан бір нәрсені тілеп алуға байланысты қайғы деп. Осы 4-ке бөлуге болады да. Бұл есі бар адамның, үлкен адамның тілейтін тілек емес қой деген нәрсеге келтіріп тұр Абай атамыз. Бірақ бұл мақалдарда айтылған дүниелер адам мүлде тілемейтін нәрсесі емес. Керек нәрселер. Мысалы, түстік өмірің болса, күндік мал жей. Қалай ойлайсыз, бұл керек па адам өміріне? Малсыз адам өмір сүре алмайды. Енді бұл қайғы қалай келеді адамға? Қайдан шығады бұл қайғы деген нәрсе? Мысалы, бір адамның бүкіл тірлігінің бәрі, күнделікті мәселесінің бәрі қаражатқа немесе малға барып тіреле берсе, шешімін таппаса, бір іс істейін десе, малға барып тірелсе, мал жоқ болса, шешім қабылдайын десе, малға барып тірелсе, мал жоқ болса, бала оқытайын десе, малға барып тірелсе, мал жоқ болса, не істейді ол? Малды қайғырады. Сонсыз ба? Одан кейін ол кездегі біздің жұртымыздың тұрмыс тіршілігі тікелей малмен байланысты еді. Қазіргідей супермаркеттер, базарлар, үлкен азық түлік сататын дүкендер самсап тұрған жоқ. Оның күнкөрісі малға байланысты болған. Сондықтан адам әлгерісін ойлау үшін жаңағы түстік өмірің болса, күндік мал жейіп қой деп сол үшін айтады. Бұл жаман тілек емес. Бұл жаңағы бойды алып қашатын тілек емес, жақсы тілек. Өлшемді қолданатын болса, жақсы тілек. Адам айтады ғой, бұрын айтатын 3 күндігін ойламаған әйелден без, 3 жылдығын ойламаған еркектен без. Осы анау кімнің Махмуд Қашқаридің 11 ғасырдағы сөздігінде сәл ерекшелеу екен. 3 жылдығын ойламайтын әйелден без, 30 жылын ойламайтын еркектен без деп стратегияны әрірекке апарып қояды. Ал енді 3 күндік 3 жылдық 30 жылдықты ойлау үшін адам жаңа күн көрісінде ойлап қойғанда онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймыз. Бірақ
сонымен шектелмеу керек. Мысалы, өзіңде жоқ болса, әкеңде жат дейді. Бұл қайдан шыққан сөз? Бір қараған кезде сәл жатырқауың мүмкін, ал дегенмен адамның мысалы қарыз керек болса бір адамға бір мәселесін шешу үшін адақтап жүріп ешкімнен қарыз таба алмай әбден күйіп кеткен кезде айтатын сөз бұл. Өзіңде жоқ болса әкеңде жат деген нәрсе. Бір депрессияға түскен адамның айтатын сөз ең соңында. Бұл кәдімгі заман талабымен айтылған мақалдар. Бұлардың барлығы адамның өмірінен, жаңағы әбден күйген адамдардың өмірінен алынған сөздер. Бірақ Абай атамыз сол шеңберден көтеріліп, басқарақ ірірек деңгейге көтерілейік деген мәселені айтып жатыр. Олай болса, бұл мақалдардың енді бір қанша мақал айтқан ғой бұл жерде. Барлығынан жеке-жеке талқылап отыратын уақытымыз жетпеуі мүмкін, бірақ жалпылам айтқан кезде Абай осы мақалаларды мысалға келтіріп, толып жатыр дейді ғой, осында есепсіз толып жатыр. Адамдар кейбір өмірлік тұжырымдарды дұрыс мақсаттарға қолданбай, жаңағы мал табудың, материалдық өзінің жеке нәпсінің қалауының құндылықтарына қолданатын болғандығына қайғырып жатыр Абай. Өзін бір кішкентай жас баланың жанына қойып, үлкен бір тұлға ретінде, жаңағы айтқандай 40-қа 50-ге келіп, қамал алып, ел ағасы болып отырып, жұртқа ақыл айтатын деңгейде емес, малдың, адамдарға ренжудің, бір адамдарға бос нәрсеге бола өкпелеудің бір инструментіне қолданып жатыр деген мағынада ренжіп жатқан сияқты. Егер осы жерде бір нәрсе айта кетейін, мысалы, бір кісіні Абай, Құдай, біздің ұрпақтарымыздың көкірек көзін аша көр, білім деңгейін тереңдете көр, өркениетке қарай бастай көр деген тілегін естіп қалған кезде мына сөзді айтпас еді. Көрдіңіз ба? Сол деңгейді көтере алмай жатыр. Халықты ше, сол мақсатта айтылып жатыр. Онда соңында Абай бұны ашып түсіндіреді, неге осы сөздерді қолданғанын. Жалғастырайық. Бұл мақалалардан не шықты? Мағлұм болды, қазақ тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен. Бірақ мал үшін қам жейді екен. Бірақ ол малды қалайша табуды білмейді екен. Болды, осы жерден бір тоқтап, мынау 4 нәрсеге тоқталсақ кішкене. Тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін. Міне, шеңбер осылай кеңейткісі келіп тұр Абай атамыз. Бірінші, тек қана бір қарын тойғызу, бір күнделікті өмір сүрудің деңгейіне шығып, ғылымға, білімге, әділетке ұмтыл деген бір не бар ма сонда? Мысалы, мен Абай болсам, менің әкем Құнанбай, көрші атам Бөжей, ана арғы атам Оразбай, күн сайын бір-бірімен барымта, қарымта болып, бір-бірінің малын шауып, ұрыс таластан көз ашпай жатса, ол ұрыс таласының барлығының себебі малға байланысты болса, және үшеуі де, Құдай елімізге тыныштық бере көр деп тілемесе, мен де солай айтар едім. Неге осылар тыныштық тілемейді? Неге осылардың бүкіл тілегі сол малға ғана байланысты болып кетті? Не жетпей жатыр деп па? Көрдіңіз ба? Сонда адамдарға бүйтіп биіктен қарағанда ең керек нәрсе ол тыныштық. Бала-шаға тыныш өмір сүрген жақсы. Ерлер, әйелдер, отбасылар тыныш, бір-бірімен ұрыспай, таласпай, бір-бірінің малын тартып әкетпей. Стресстің көкесі сол ғой. Біреу малыңды тартып алып кетіп, бетіне қарап отырған малыңды алып кетіп қалса, бұл стресс емес пе? Стресс қой. Мысалы, айырылып қалу малдан, оны барып қайтадан тартып алу, аш қалып кетудің уайымы, бұндай нәрселердің бәрін толықтырып алған кезде
күнделікті тіршіліктен шығатын қайғылар ғана бұл. Ал енді соның деңгейінен көтеріліп, неге бұл адамдар тыныштық тілемейді елге деген нәрсені айтып жатыр Абай атамыз. Неге тыныштық тілемейді? Керегі тыныштық қой. Және сол тыныштықты неге өздері жасамайды деген сөз ғой бұл. Тыныш заманды, ұрыс таластың мынау 5 күн жалғанда, қысқа ғана бөдененің құйрығындай, қамшының сабындай өмірде осы ұрыс таластың кімге қажеті бар? Ру аралық, мысалы қазіргі әлемнің бет бейнесіне қарасаң да, мысалы ұлт аралық, дін аралық, сенім аралық, конфессия аралық қақтығыстардан әлемнің көз ашпай жатқанын көреміз. Былайша айтқанда кімге керегі бар сол нәрсенің? Адамның қырылғаны, жас балалардың жылағаны, мысалы дұрыстап оқи алмағаны, дұрыстап өмір сүре алмағаны қызық па? Соның барлығы тек қана материалдық дүние себебінің бәрі. Мұнай керек болып жатқан адамға, байлық керек болып жатыр адамдарға. Адамдардың рахат, бақытты өмірі керек болып тұрған жоқ. Тыныштық керек болып тұрған жоқ оларға. Міне біздің Абай атамыздың бірінші тізімнің ең алдына тыныштықты қойып қою себебі сонан деп ойлаймыз. Мынау сіздің жаңағы бірінші орынға тыныштық қойып қойды дегеніңізден бір нәрсе қосқым келеді. Талғат біздің ғарышкер, екінші ғарышкеріміз. Сол кісінің бір екінші рет ғарышқа барып келгеннен кейін газеттерге берген бір сұхбаты бар. Сол жерде өте қызықты бір сөз қолданады. Мынау ғарыштағы станциядан жерге қарап тұрған кезде, жер алыста бір шар тәрізді кішкентай бір аспанның бір денесі ретінде көрінеді. Бірақ адамға мынандай бір ой келеді дейді. Осындай кішкентай бір шар аспанмен, мына галактикамен, бұл ғарышпен салыстырған кезде жер өте кішкентай бір нәрсе дейді. Бірақ соның ішінде адамдарға не жетпейді, бір-бірімен қаншама соғыстар жасап жатыр деп ойлайсың дейді. Әне. Дәл сондай ғой. Демек, бұл да бір адамның жаңағы сіз айтқандай бағанағы айтқан көкжиегі көтерілген сайын, көзқарасы артқан сайын, білім, білік деңгейі артқан сайын, уайымы да, қайғысы да арта беретіне бір дәлел. Екінші ғылым мәселесін қозғап отыр Абай атамыз. Бұл да Абай өмір сүрген дәуірде кемшін түсіп жатқан тұсымыз еді біздің. Мен кейде ойлаймын, мынау Қазақстанның Ресейге қосылуы деген бір тақырып бар ғой тарихтағы. Соны көбінесе біз объективті, субъективті тұрғыдан қараған кезде, осы дұрыс болмады ау, бұл қиын болды ау, бұл жағдай. Неге барып қосылдық, неге егемен болып өмір сүре бермедік өз алдымызға деп айтамыз ғой. Бірақ оның Ресейге қосылудың бір пайдалары да болған сияқты. Сол пайдалардың ең үлкендерінің біреуі ғылым деңгейі еді. Ғылым деген саланың ашылуы еді. Бұл көрдіңіз ба? Адам өмірінде ғылымның орны өте айрықша. Мысалы, әлемде қаншама мемлекеттер мемлекеттік қазынаның 50%-ын ғылым мен білімге жұмсап отыратын мемлекеттер бар. Соншалықты маңыздылығы адам өміріндегі. Ғылымнан махрұм адам, ғылымнан махрұм ұлт немесе мемлекет, ол көп нәрседен құр қалады. Елестетіңізші, кітап деген нәрсені оқи алмайтын халық, әріп тани алмайтын, бір нәрсенің ғылымның тілін білмейтін халық қалай өркениетке көтеріледі? Көтеріле алмайды. Сондықтан Абай атамыз өзінің санасы көтеріліп кеткен ғой. Өзінің замандастарына ренжіп отырған себебі, неге ғылымды сұрамасқа Құдайдан, неге ғылым саласын қайғырмасқа, уайымдасақ, неге ғылымды уайымдамасқа, ғылым саламыз неге төмендеп кетті дейді. Ал білім деп отырғаны сауат деген сөз, грамотность дейді ғой, сауат. Әріп тану, кітап оқи алу. Заманның қажет еткен нәрселерін сол заманда бойыңда бола білу. Әрине, біздің халықта
өркениет, мәдениеттен кенде ел емеспіз. Ауызша әдебиетіміз бар, мәдениетіміз бар, сеніміміз бар, жүріп отқан жолымыз бар. Бірақ әлемдік деңгейдегі ғылым болмаса, оның орны үңірейіп тұрады. Ал жарайды, мысалы, біз ғылымнан сол кезден бастап ғылымға мүлдем көңіл бөлмейік. Өзіміздің бабалар жолымен, дәстүрмен кете берейік делік. Әлем мына деңгейге көтеріліп кеткен кезде біз оқу білімсіз, ғылымсыз қалай отырмақпыз? Міне сондықтан әлі де өзектілігін жоймай отырған мәселе бұл мемлекеттің, ұлттың, үлкен қариялардың аузында ғылым деген тілектің, ғылым деген уайымның жүруі болып тұр. Қайтсек осы ғылымды көтерем, қайтсем ғылымды арттырам, қайтсем білімді көтерем, қайтсем еліміз сауатты болады деген мәселе. Кешегі алаш қайраткерлерінің де армандаған арманы сол емес пе еді? Қалай ойлайсыз? Енді бұл ғылым, білім мәселесі алашордашылдардың бұрында, кейінде, енді қазірде өте бір актуальный тақырып қой. Мысалы енді жаңа сіз қатты көтеріп жатсыз. Тыныштық, ғылым, білім және әділет мәселесін. Енді біздің тәуелсіз Қазақстанның осы 30-қанша жылдың ішінде ең бірінші халыққа ұсынған құндылықтарын алдыға шығарып, сараптап қарайтын болсақ, осы Абайдың армандап кеткен 4 нәрсесін бірінші орынға шығарған сияқты. Мысалы, әлемге танымал дін лидерлерін шақырып, діндер съезін жасау, бейбітшілік және келісім жиналыстарын жасау, бұл бір тыныштықтың белгісі. Мысалы, атом қаруынан бас тарту, әлемге бір үлгі өнеге болу, үнемі бір. Бұл бір Абайдың жаңағы аңсап кеткен тыныштықты неге аңсамайды. Екінші, ғылым, білім, енді қай жағынан қарасақ та қиын бір кезеңде жасалынды. Мысалы, бір ғана нәрсе біздегі болашақ бағдарламасы. Көп мемлекетте болмаған, бірақ бізде қанша қиын жағдайда болса да мемлекет осыған өте қатты көңіл бөлді. Әлемнің ең мықты топ 100-200 жоғары оқу орындарынан мыңдаған Қазақстанның ұл қыздары білім алып кеп отанға қазір үлесін қосып жатыр. Қай жағынан болса да. Енді үшінші бір жағы, енді қазіргі әділетті Қазақстан деген бір үлкен бір нені қойып жатырмыз ғой. Демек бұл Абайдың мына жерде бірінші әділетті қоймағанның да бір себебі, басында тыныштық болмаса, ғылым болмаса, білім болмаса, адамдарға бірден әділеттілікті, адамдардың сауатын ашпай тұрып, жаңағы тыныштық орнатпай тұрып, адамдардың арасында диалог орнатпай тұрып, бірден әділетті қоғам жасауда қиын сияқты екенін айтқан сияқты. Енді әділеттің араласпайтын жері жоқ. Қоғамға ең қажет құндылықтардың бірі ол әділет. Жаңа Абай атамыздың жаңа 3 сүюдің біреуінде әділдік деп қою бекер емес қой. Және хақ жол осы деп әділдікті деп айтатын жері. Бұл әділ болу оңай шаруа емес. Қара қылды қақ жарған. Мысалы, бір ауылдың адамдарына малдарын жаятын жерді теңдей бөліп беру әділ. Оңай шаруа емес. Адамдардың жасап жатқан еңбегіне қарай олардың ақысын төлеу, бұл оңай шаруа емес. Мысалы, көрдіңіз ба? Адамдарға денсаулығына қатысты, біліміне қатысты, жаңағы көп қой, адамдардың сұраныстары, қажеттіліктері көп. Сол қажеттіліктерін бәрін әділетті түрде орнату, енгізу, бұл оңай шаруа емес. Бұл адамның ұйқысын қашыратын нәрсе. Ол үшін онда тыныштық керек. Ол мәселеге жан жақтылы қарау үшін ғылым, білім керек. Соңында әділеттік орнайды. Жалғастырайық. Осы жерде бір айтылатын мәселе, бұл төртеуінің басын құрап тұрған нәрсе не бар? Қайғы деген адамды бір орында жатқызбайды. Қаңғыртпай қойып,
қайғы келсе қайғы келсе қат-қабат қаңғыртпай қоймас адамды деп абай атамыз айтады ғой. Сол айтқандай тыныш төсекте, жылы төсекте ұйықтатпайды бұл. Қайғы деген нәрсе. Сонда осы 4 салада тыныштық, ғылым, білім және әділет саласында жауапкершілігі бар тұлғалар уайым мен қайғының белгілі бір деңгейіне жеткен кезде олардың түн ұйқылары қашу керек. Дөңбекшіп төсекте ұйықтай алмау керек олар. Қайтсем тыныштық орнатамын. Түнгі 2-де оянып кету керек та, мынау елдің ғылымын қайтсем өркендетем. Мынау елдің тыныштығын қайтсем баяндетем. Деп ары бері жаңағы ұйқысы қашып кеткен адам сияқты жүру керек. Қартайдық, қайғы ойладық, Ұйқы сергек. Ашуың ашыған ойын кермек. Ұйқы сергек деп тұр. Көрдіңіз ба? Мынау қайғысы бар адамда ұйқы сергек болады деген сөз. Қалың ұйқыда ұйықтап жатпайды деген сөз. Ол оянады деген сөз. Міне осындай астары бар бұл 4 қайғының астарында. Егер біздің мысалы осы салаларға жауапты адамдардың қайғысы осындай деңгейде болатын болса, мысалы Абайда сондай қайғы болды деп ойлаймын. Абылайда сондай қайғы болды деп ойлаймын. Төле биде сондай қайғы болды деп ойлаймын. Бумын қаған, білге қағандарда сондай қайғы болды. Қайтсем елімді ұшпаққа көтерем деген. Тіпті кешегі алашордаштылардың өзі сол қайғымен бүкіл қиыншылықтарға төтеп берді. Көрдіңіздер ма? Қайғының жаңағы белсенді түрде өмірден көрініс табуы осындай болу керек. Ал егер құр аузымен ғана айтатын болса адам, бізге тыныштық керек, ғылым керек, білім керек деп ауызбен ғана айтумен мәселе шешілмейді. Ол жүректің ең түбінен шығу керек. Сонда уайым ер қорғаны, есі барлық деп осыны айтады. Ескермейтін жері жоқсып деген сөз бар. Жаңа басында, осы сөздің басында қайғысы бар адамның ескермейтін жері жоқ. Бәрін ескеру керек. Халықтың денсаулығында ескеру керек, мәдениетінде ескеру керек, білімінде ескеру керек, демографиясында ескеру керек, балалардың денсаулығын ескеру керек, олардың келешегін ескеру керек. Мысалы, біздің рухани саламызды ескеру керек, ата-бабаларымыздан қалған мол мұраны, мәдени мұраны ескеру керек. Осы нәрселердің барлығы есі бар адамның істері. Абай атамыз осы қара сөзде неге осыны қайғырмасқа деген нәрсені айтып отырған сияқты. Әйтеуір ұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған қылықты қайсысын болса да қылып, мал тапса жазалы демесек керек екен. Көрдіңіз ба? Жаңағы 4 нәрседен қайғырмайды, керісінше кез келген бір әйтеу бір жолды қолданып мал тапсам, керек болса тіленші болайын, керек болса ұрлық жасайын, сұмдық жасайын, мал тапсам болды, менің жазығым жоқ. Мал тапқан ердің жазығы жоқ деді ғой. Бұл жерде малды қайғыру жаман емес деп тұр. Мақыл енді. Малды қайғырады екенсің, уайымдайды екенсің. Енді оның табу жолын білмейсің деп тұр. Еш болмаса адамдарға қиянат жасамай, адамдардың ақысын жемей, біреулерді жылатпай, біреулерді сорлатпай, адал жолмен тапсай деп тұр ғой. Мал дүниені. Ұрлық, қарлық болса да, не болса да, бұл Абай атамыз бұл әңгіменің бәрін өзінің айналасындағы Құнанбай атамыздың үйіндегі 4 ападан тарайтын ұрпақтардың өміріндегі көріністерді көріп отырып, айтып отырып әңгіменің бәрін. Бірақ сол көріністер бір Семейде, Шығыс Қазақстанда ғана емес, бүкіл Қазақстанда орын алып жатты. Ол біздің қанымызда айналып жатты осындай нәрселер. Сол үшін Абайдың сөздерінің өміршең болатын себебі, ол тамыршы сияқты дөп басады
адамның ауруын, елдің ауруын. Сондай үлкен ауруларымыздың бірі тек қана малды ойлап қана қоймай, оның қалай адал жолмен табу керектігін білмеу. Міне. Сондықтан қазір біз жастарға айтатын мәселеміз, мектеп оқушыларына, студенттерге, мейлі қызметте істеп жүрген кісілерге айтатын мәселеміз, малды адал жолмен, маңдай термен, көздің майымен, қолдың еңбегімен, кәдімгі біреудің ақысына кірмей табу мәселесін кәдімгі күн тәртібіне қою керек. Сол кезде осы адал мал табу мәселесі жолға қойылған кезде басқа сыбайластық деген сияқты, жемқорлық, парақорлық деген мәселе өзімен өзі жойылатын сияқты. Кез келген қоғамдағы жамандық бірден жоғалмайды. Абайдың айтып атқан әрбір біздің ұлтымыздың бойындағы жұққан жаман қасиеттер бірден пайда болған жоқ. Ұзақ уақыттық бір батпан бір немен кірді. Енді ол бірден жоғалмайды. Ауру батпандап кіріп, мысқалдап шығады. Оны өзгерту үшін я екі қолды қусырып, сырттан біреуге өзгертіп беретін сияқты отырудың да қажеті жоқ. Енді Абай болсын, Абайдың соңынан ту көтеріп, бүкіл дүниені дүр сілкіндіріп алғаш керемет бір құндылық жасаған алашордашылдар болсын. Кейінгі тәуелсіз Қазақстандағы біздің қазіргі ел мен жерге, ұлт пен ұлысқа қызмет етіп жатқан қаншама қарагөз құнды бауыр ағаларымыз болсын. Бәрінің санасында, менің санамда Байтұрсыновтың көп айтқан бір сөзі тұрса керек деп ойлаймын. Біз кейін қалған халық алға басып жұрт қатарына ену үшін білімді, бай һәм күшті болу керекпіз. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек. Ал осыларды іске асыру үшін жұмыс жасау керек деген Байтұрсыновтың сөзі бар. Қарап отырмай әрекет ету. Қарап отырмай әрекет ету керек. Әрекетте берекет бар, жүргенге жүрге мілінет деген қазақтың ескі құндылығы бар. Абайдың да айтып жатқаны сол есті кісілердің қатарында әрекет ету керек деген бір түйін бар. Жалғастырайық. Бұлардың жас баланың ақылынан несі артық? Бірақ жас бала қызыл шоқтан қорқушы еді. Қызыл шоқтан қорқады, пештен, жанып тұрған оттан. Бұлар тозақтан да қорқпайды екен. Мына жаңағы жасаған жаман амал әрекеттерінің ертең жазасын көрем. Біреудің адал малын тартып әкеткенінің есебін тапсырам деп қорқпайды дейді. Жас бала ұялса жерге ене жаздаушы еді. Беті қып-қызыл болып бала. Балалы үйдің ұрлығы жатпайды дейді ғой, бала жасаған қателігін бірден мойындайды. Бұлар не де болса да ұялмайды. Жас бала ұялса жерге ене жаздаушы еді. Бұлар неден болса да ұялмайды екен. Сол ма артылғаны? Қолымыздағыны үлестіріп талатпасақ, бізде өзіндей болмасақ, безеді екен. Іздеген еліміз сол ма? Менің қояйын деп отқан бір нәрсем, іздеген еліміз сол ма? Енді Абайдың бастан аяқ қара сөздерде бір өркениетті елге бет бұру, өркениетті бір ұлт, бір ұлыс болуға бет бұру, тек қана бір жеке басын дұрыстау емес. Іздеген еліміз осы ма? Бұл жерде бірінші жаңағы қайғысы малдан аса алмайтын адамдардың әрекеттері балаға ұқсағанмен ол қорқулары ондай емес дейді да. Өзің үлкен, қылығың балашаға, балаша мәз боласың тамашаға. Әкесі ұрса балаға ол да достық, баласы ұрса әкеге жарасама дегендей. Абай атамыз өзі айтатын бір сөзінде осылай дейді. Енді сол жерде мынандай. Адамның денесімен бірге руханияты да бірге өсіп отыру керек қой.
денесімен бірге руханияты бірге өсіп отыру керек. Әр жасына сай білімі, біліктілігі, тәжірибесі, құндылықтар өсіп отыру керек. Ал руханияты бала күйде қалып кетіп, денесі ғана өсіп кетсе не болады? Бала психикасында қалып кетеді. Денесі, аппетиті, жаңағы тәбеті, қажеттілігі, барлығы үлкендерше. Бірақ санасы, деңгейі балаша болып қалып кетеді. Көрдіңіз ба? Соны салыстырып жатыр Абай атамыз бұл жерде. Баламен. Баладан бұның қай жері артық дейді? Баланың қайғысынан. Еш жері де артық емес. Жоқ нәрсені бала тартып ала салады, керек нәрсесін, болды. Ұрлап ала салуы мүмкін, бала ол. Бала. Ал бермесе жылай салады. Ал үлкен адамдарда ондай болмау керек қой. Үлкен адамдарда енді үлкейген сайын әр нәрсенің өзінің жолы болады. Әр нәрсенің есігі болады, тесігі болады. Жететін әдіс тәсілдері болады. Сол әр нәрсенің есігімен, тесігімен, әдіс тәсілдерімен жетуге болады ғой деп жатыр Абай атамыз бұл жерде. Тек қана жаманшылық жағынан ғана, жабайылық дәстүрмен ғана қолға түсіру қажет емес қой оны. Өркениетті жолмен, мәдениетті жолмен, ғылым мен білімге сүйенген жолмен де табуға болар еді ғой оны деп жатыр. Ал одан кейін қорқу мәселесі түбінен. Бала қызыл пештен қорқушы еді, үлкендер тозақтың отынан да қорықпайды дейді. Көрдің ме, салыстыру қандай? Өте үлкен салыстыру жасап жатыр бұл жерде. Бәрібір адамның ақысын жеп бала асыраған, адамның ақысын жеп қарын тойғызған адамның ақыры дұрыс болмайды. Соны ескертіп жатыр Абай атамыз бұл жерде. Аш отырса да адалдық шеңберінен шықпа дегенді айтып жатыр. Көрдіңіз ба? Енді осындай нәрсеге біздің санамыз жетпей, тек ұрлық қарықтан ғана аса алмай отыратын болсақ, біздің көздеп отырған еліміз қайсы? Абай атамыз бағандан бері санасында бір елдің бейнесі тұрған екен ғой. Бір Әл-Фарабидің қайырымды қала тұрғындары сияқты ма, немесе жаңағы Асан Қайғының желмая мініп алып жер ұйғыз деген сияқты бір елдің ба, бір сурет тұр Абайдың ойында да. Соны әкеле алмай жатыр елді сол елге қарай. Осы ма біздің көздеген еліміз деп жатыр. Адам іші толып кеткен ғой, қайғыға толып кеткен ғой. Осы сөздің ең бірінші сөзі адамның іші қайғыға толса деп тұр. Көзінен жас, аузынан сөз болып ағады. Көрдің ба? Осының бәрі кеудесіне толып кеткен ғой. Абай атамыз. Сол үшін не дейді? Жер қорғыш, желдек шал, желіп жүріп боздайды дейді. Өзі туралы айтып жатыр. Желіп жүріп боздап жүргені Абай атамыздың осы дұрыс елді қайтсек қалыптастырамыз деген ой. Кім неге қайғырады дегендей мына жерде жаңа сіз айттыңыз ғой. Әркім өзінің деңгейіне göre уайымы болады, қайғысы болады деп. Бір ұры баласын ұрлыққа тәрбиелейді екен. Өзім сияқты керемет ұры болсын деп. Негізінде енді ешкім баласын ұры болсын демейді, бірақ бұл әкенің қолынан келетіні бау кеспе, мастер ұры. Енді басқа үйрететін түгі жоқ, баласына соны үйреткісі келеді. Сөйтіп баласы бірақ сәл тәрбиелі, анасынан тәрбие көрген болуы мүмкін, атасынан тәрбие көрген болуы мүмкін, әкесінің айтқан нәрселерін істегісі келмейді. Сөйтіп бір күні әкесі баласын зорлықпен үйден шығарып жібереді. Көрші ауылдағы Жуасбайдың қызыл өгізін ұрлап кел. Бала барады, белгілі бір уақыттан кейін өгізді алып келеді. Әкесі қатты қуанады. Балам менен өткен бау кеспе болып, менің мамандығымды жалғастыратын артымнан бір ұлы ерді деп. Негізі күлетін бір күлкі, бірақ астында үлкен мән бар. Сөйтіп өгізді сояды. Сойып жаңағы етін бәрін жіліктеп бөліп болғаннан кейін баласы айтады, әке бір өтініш бар.
етті жеместен бұрын екеуміз де таразыға тартылайық. Ет біткенден кейін де таразыға тартылайық. Қанша салмақ қосамыз, соған қарай бір менің сізге айтарым бар деп. Айлар өтеді, ортада белгілі бір уақыттан кейін ет те бітеді. Сөйтіп, ет біткеннен кейін әкелі балалы екеуі қайтадан таразыға түседі. Ет жеместен бұрын да таразыға түскен. Айлар өткеннен кейін, ет біткеннен кейінгі баланың салмағы белгілі бір деңгейде өскен. Ал әкесі белгілі бір өлшемде салмақ жоғалтқан. Қанша жақсы ет жесе де, әкесі сұрайды, бұл неден деп. Сол кезде баласы айтады, сен өгізді ұрлап әкелдім деген оймен, ұрлығым ашылып қалмасын, жұрт менің жасаған ұрлығымды біліп қоймасын деп, әр етті жеген сайын уайым қайғымен жедің. Бұл саған тамақ болған жоқ, керісінше у болды, зиян болды. Сол үшін әр тамақ ішкен сайын ойын кермек болды, Абайша айтқанда. Ал мен күзде егін орған кезде өгіздің ақысын берем деп сатып алып келгендіктен ет жеген сайын мен рахат жедім, мен қорыққан жоқпын. Сондықтан менің денсаулығымда, менің денемде ешқандай бір кему болған жоқ. Демек, қайғы да адамның өмір сүруіне бір бейім сияқты нәрсе. Екінші бір жағы, енді бағанадан бері сіздің айтып жатқан нәрселеріңізден қорытындылағаным, адамның алдында екі түрлі жол бар. Я дұрыс жолмен жүресіз, онда сіздің уайымыңыз да әр қадам жылжыған сайын, соған сай дұрыс уайымдар болып, 40-қа келгенде қамал алып, 50-де ел ағасы болатын бір толық қанды тұлғаның уайымына айналады. Есі бар адамның уайымына. Болмаса жаман жолмен жүресіз. Ұрлықпен, қарлықпен, арзан жолмен, мал табумен, онда әрбір амал еткен сайын сіз жаман жолмен. Сіздің уайымыңызда соған сай болып, белгілі бір жасқа жеткен кезде не бітірген тірлік жоқ, не жиған мал жоқ, не жеткен жетістік жоқ. Сіздің қайғыңыз онан да жаман. Онда соңы сізді торығуға, өз-өзіңізге қол жұмсауға дейін апаратын сияқты. Осымен Абайдың 5-ші қара сөзіне арналған талқылауымызды соңына жеткізген сияқтымыз. Біраз нәрсенің бетін қайырдық. Әрине, бір сағатқа жуық уақыттың ішінде біз адамның ішкі жан дүниесіндегі Абайдың өзі бойлап жете алмаған қайғы, қасірет, уайым, қорқынышты толыққанды ашып жеткізе алдық деп ойлай алмаймыз. Әлі де талқылайтын өте көп нәрселер, құнды қазыналары бар бұл жерде. Құрметті көрермен, біз сіздерге, сіздердің хаттарыңызға, пікірлеріңізге, көзқарастарыңызға өте қатты көңіл бөлеміз. Сіз боп, біз боп Абайдың қалдырған құнды қазыналарын, ұлтымыздың өткен бабаларымыздың біздерге қалдырған құнды қазыналарын онан арман келесі ұрпаққа жеткізуге күш салсақ, ат салсақ, әрине нұр үстіне нұр. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Аман болайық.